Қайырлы күн, қазақ елі. Бізде бүгін қонақта Түркістан білім басқармасының басшысы Ғалымжан Жұмашевтың жұбайы Бану ханым келіп отыр. Жалпы сіздердің бастарыңызда болып жатқан оқиғаны мен Эльмира Дүйсенқызының айтуымен білемін. Біздің бағдарламамызға қош келіпсіз. Жүйедегі болып жатқан әділетсіздіктер мен сыбайластықтар, оның ішіндегі болып жатқан, өзіңіз білесіз, қазір көптеген заңсыздықтарды ашық келіп айтып бергіңіз келгеніне рахмет айтамын. Себебі бізде бұлай қоғамда бұны ашық талап ететін азаматтар өте аз. Сіздердің істеріңіз бойынша, қателеспесем, қазан айында арыз жазылды. Одан кейін Ғалымжан Жұмашев ақпан айында қамауға алынды. Қазір іс қай жерге кеп тірелді? Мысалы, Ғалымжан Жұмашевті жүйелі түрде Эльмира Дүйсенқызынан пара алды, және оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері, яғни оны центрде және жергілікті жердегі Шымкент қаласындағы ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірінші орынбасары Манат Сарбасовқа беріп отыр деп арыз жазылды. Осы қаншалықты рас ақпарат? Ғалымжан осы Түркістан білім басқармасына келер алдында ұлттық қауіпсіздік комитетінен спецпроверкадан өтіп, барлық комиссия мүшелерінен өтіп, Түркістан білім басқармасына тағайындалды қазан айында. 3 айдан бері Ғалымжан осы облыстарда хищениялар ашты 7 миллиард теңгеге. Сол көп адамдарға ұнамай қалды. Жоғарғы отырған лауазымды адамдарға хищение ашқанда өте ұнамай қалған сияқты. Өйткені қалай Ғалымжан осы хищенияларды ашты, солай бірден қамауға алынды. Жалпы Ғалымжан мен Эльмира Дүйсенқызыны қайдан таниды, қандай байланыста? Осыған тоқталайықшы. Эльмира Дүйсенқызын біз отбасымызбен 17 жыл танимыз. 17 жылдан бері араласасыздар. Біздің кішкентай қызымның тұсауын кескен адам Эльмира Дүйсенқызы. Яғни туыстық қатынаста қарым-қатынас болған ғой сіздерде? Туыстық, әпше, інілі, Ғалымжан екеуі әпше, інілі қарым-қатынаста болды. Біздің кішкентай қызым тұсауын кесті, отбасымызбен жақсы тығыз араласып келдік 17 жыл бойы. Ғалымжан Эльмира Дүйсенқызы әпше ретінде қарап жүрді. Эльмира Дүйсенқызы Ғалымжанды 17 жыл бойы осылай інім деп келді. Отбасымызбен өте жақсы араластық, жақын араластық. Енді отбасыңызбен соншалықты тығыз қарым-қатынаста жүріп, неге арыз жазып отыр? Өйткені бұл Эльмира Дүйсенқызына осынша жылдан кейін арызды 2019-22 жыл аралығында пара алып отыр деген арыз жазды Эльмира Дүйсенқызы. Бұлай қарасаң, 5-6 жыл өтіп кетті. 5-6 жылдан кейін адам не үшін жазады? Өйткені бұл заказ. Эльмира Дүйсенқызына шығып, Ғалымжанға қамау үшін заказ алған. Ал жаңа айтып отыр ғой, Эльмира Дүйсенқызы Ғалымжанға берді, Ғалымжан ары қарай ұлттық қауіпсіздік қызметкерлеріне берді деп. Жалпы ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің бірі қазір қамауда отыр, яғни Сарбасов. Ол кісіге пара берген рас па? Жоқ. Ғалымжан мен Сарбасов мырзаны ешқашан ешнәрсе байланыстырмаған. Олар бір-бірін ешқашан танымаған, ешқашан бір-бірін көрмеген. Ғалымжанның осы бірінші істі ашқан кезде Эльмира Дүйсенқызы Сарбасов пен Ғалымжан екеуі сыбайлас деп бір арыз жазған. Бірақ соңында біздің адвокаттар біз шулағаннан кейін, екеуі бір-бірін танымайтын болып шыққаннан кейін істі екіге бөліп тастайды. Сонда, яғни арыз жазған кезде бір арыз болды. Яғни жүйелі түрде Ғалымжанға беріп отырды, Ғалымжан Сарбасовқа беріп отырды деп ашылған арыз бойынша. Енді ол анықталған жоқ. Яғни дәлелін тапқан жоқ. Эльмира Дүйсенқызы жалған арыз жазып отыр осында. Жалған арыз, өйткені бір-бірін ешқашан танымаған, араласпаған адамдар. Жауапқа тартуды сұрадыңыздар ма бас прокуратурадан? Бас прокуратура не деп жауап беріп жатыр енді қазір? Бас прокуратура бізге әлі нақты ешқандай жауап қайтарған жоқ. Тергеу әлі болып жатыр.
Енді анықталмай тұр ғой, уже бір-бірін танымайды ғой, былайынша айтқанда. Сарбаз та, Ғалымжан да бір-бірін танымайтын болып шықты. Ғалымжан енді кімге беріп отырған? Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкеріне, центрге беріп отырған деп жазған ғой, жалғыз Сарбаз емес ол жерде. Ғалымжан ол центрден тек қана Эльмира Дүйсенқызының күйеуін Ермек Арыстанды танитын тек қана. Сол кісіге беріп отырған. Эльмира Дүйсенқызы ай сайын жер отқан ақшасын Каспиге Ғалымжанға аударып, Ғалымжан оның күйеуіне апарып беріп отырды. Өйткені ол уақытта оның күйеуі Астанада центр бірде полковник болып жұмыс істеп жүрді, Ермек Арыстан. Яғни действующий қызметкер тұғын десек? Действующий қызметкер еді, ол уақытта. Эльмира Дүйсенқызы айтатын, менің күйеуім ұлттық қауіпсіздік комитетінде жұмыс істегендіктен, оған счетына мен ақша сала алмаймын. Ғалымжанның счетына салып отырды. Ғалымжан менің күйеуіме апарып беріп тұршы деп өтінішін жасайтын. Ермек Арыстан біздің үйге талай рет үйге келіп, бізден ақшасын алып кететін. Өзінің әйелі салып отырған. Сіз оның соны қазір бізге, өзім куәгермін. Сол ақшаны қазір пара деп Ғалымжанға іліп жатыр. Яғни өзінің күйеуіне салуға болмайтындықтан сіздің жолдасыңызға салып отырған ақшаларды күйеуіне деп. Яғни соны пара деп санап отыр ма қазір? Иә. 5-6 жыл өткеннен кейін соны енді қазір пара деп Ғалымжанның мойнына соны іліп жатыр. Ал енді қазір Ғалымжан оның барлығын айтып жатыр ма тергеу амалдарында? Жалпы маған салынған қаражаттың барлығы оның жолдасына арналып салынған. Мен соған аударып беріп отырмын деп. Неге енді қазіргі таңда Эльмира Дүйсенқызының Ғалымжанға деген көзқарасы өзгерді? 17 жылдан бері Ғалымжан Эльмираны әпше деп жүрді. Эльмира Дүйсенқызы Ғалымжанды інім деп жүрді. Бірақ осы соңғы кездері Эльмира Дүйсенқызының Ғалымжанға ойы өзгеріп кетті. Інісі емес, былай айтқанда любовницасы болғысы келді ма Ғалымжанның. Былай қарағанда Эльмира Дүйсенқызының Ғалымжанға ойы мүлдем өзгеріп кетті. Ойы басқаша болып кетті. Жалпы олай ойының өзгеруіне не себеп? Жалпы өткені Эльмира Дүйсенқызы Ермек Арыстанмен ажырасып кетті. Қай жылы? Жақын арада. Осы 21 немесе 22 жылы ажырасып кетті. Сол қалай ажырасты? Эльмира Дүйсенқызы өзіне бір күйеу табайын деген шығар. Әлде любовник тауып алайын деді ма? Соны Ғалымжанға көзі түскен сияқты. Жалпы інілік қарым-қатынасты былай қойып, жаңағыдай басқа көзқараспен қарай бастады деген ойдасыз ғой, сол себепті ма? Иә. Жалпы Эльмира Дүйсенқызы жаңа айтып қалдыңыз, қызымның өкіл анасы да тұсауын кескен деп. Қазіргі таңда сізге хабарласып, мысалы, мен осылай арыз жаздым, жаңағыдай біреулердің айдауымен, немесе біреулердің осылай жаңағы үгіттеумен мен арыз жаздым, мені кешіріңіздер деген әңгіме болып жатыр ма сіздердің тараптарыңызға? Жоқ, мүлдем. Эльмира Дүйсенқызы бізбен ешқандай қарым-қатынасқа шығып жатқан жоқ, ешқандай хабарласып жатқан жоқ. Ол кісі қазір тек Ғалымжанға қарсы осы арыз жазғаннан ешқандай хабар жоқ. Яғни байланыс үзілді сіздердің отбасылық, иә? Тергеу амалдары қалай жүріп жатыр? Ғалымжан 5-ші айға қамалу қаулысы шықты. Ешқайда үй қамауына жібермейді олар. Тек қана сол ұлттық қауіпсіздік комитетінде ұстап отыр Ғалымжанды. Яғни сіздерде қазір Ғалымжанда Каспий переводтарының квитанциялары бар, дұрыс па? Иә. Оның өзі күйеуіне аударған переводтар. Басқа қандай да бір жаңағы дәлелдемелер бар ма? Себебі бір арыз жазғанда мен білем, жүйелі түрде Ғалымжан пара алып, оны ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлеріне беріп отырған деп. Ол жердегі сумманы көрсеңіз, шыны керек, адам сенгісіз сумма, және жай ғана мектептен колледжде ондай қаражат қайдан жүр, және Эльмира Дүйсенқызы оның барлығын не үшін беріп отырған? Күйеуі үлкен лауазымда отырып деген сұрақ туады да. Жалпы қазіргі тағып отырған айыптарда қолында дәлелдемелер басқа да бар ма? Басқа нақты дәлелдемелер жоқ. Тек қана
Эльмира Дүйсенқызының қол астында істейтін жүргізуші сияқты оң қолы бухгалтерлері, тек қана сол кісінің қол астында істейтін адамдары Ғалымжанға қарсы показания беріп жатыр. Біз бердік, апарып бердік деп, бірақ басқа нақты дәлелдер жоқ. Ешқандай пара қолмен қол ұсталынған, еш нәрсе жоқ. Мысалы 2007-ден бері пара беріп отырғам дейді да, 2007-ден бері үнемі алып отырған дейді. 2007-ден бері Ғалымжан ол кезде қанша жаста? 21-22 жасынан бастап Эльмира Дүйсенқызы шындығында сол кісіге пара беріп отырған ба? Жоқ, әрине. Ғалымжан 2007-де білім және ғылым министрінде жай эксперт болып жұмыс бастаған. Ол қолында ондай мүмкіншілік болған да жоқ, ол Эльмира Дүйсенқызына көмектесіп тұратындай. Өйткені ол жай эксперттің қолынан қандай нәрсе келеді? Эльмира Дүйсенқызының өзінің күйеуі Астанада жай ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотруднигі емес, бір полковник, бір отделдің бастығы. Осынша жылдан бері Ғалымжанға Эльмира Дүйсенқызы беріп отырса, оның күйеуі қалай, ешнәрсе білмей көзін жұмып айғарап отыр ма? Қайда қарап отыр күйеуі? Былай қарасаң, адамның ойына келмейтін нәрсе сана сезіміне. Өйткені күйеуі айтады ғой, айналайын, сен не үшін ақша оған беріп жатсың? Немесе Ғалымжанды ұстатып берсін онда. Сол кезден бері неге үндемей отырды дейсіз ғой, иә? Неге үндемей отырды? Өйткені ол ешқандай пара беріп отырған жоқ. Қазір тек қана сол өтірік ретінде, сол айып тағу үшін өтірігін айтып жатыр. Қанша жыл үндемей отырып, енді 5 жылдан кейін мен осылай пара бердім деп арыз жазуы әрине күдік тудырады. Мен шыны керек мынаған қатты назар аударғым келеді көрермендердің. Ол кісінің, Эльмира Дүйсенқызының арызданушы күйеуі ұлттық қауіпсіздік комитетінің полковнигі болып қызмет атқарған. Яғни ол кісі Ғалымжан Жұмашевтан да жоғары лауазымда болған. Ол кісі өзінің әйелінің жүйелі түрде пара беріп отырғанын көре отырып, біле отырып, үндемей отыруының өзі қылмыс та, былайша айтқанда. Мүмкін емес. Оның әйелі үнемі сумкамен, жаңа көмекшілермен ақша тасып жүрген кезде ол кісі қарап отырмайды ғой. Сен қайда беріп жатсың ақшаның бәрін? Деген сұрақ туады кез келген саналы адамда да. Сол себепті мен әрине маған да бұл істе қызық тұстары көп. Жалпы қазір істе жаңағы сіз айтып қалдыңыз, көмекшілері тек қана өзіне бағынышты адамдармен жаңағы арыз жазып куәлік етіп жатыр деп. Солармен бірге беттестіру іс-әрекеттері болып жатыр ма қазір? Иә, беттестіру іс-әрекеті болып жатыр. Ол адамдар Ғалымжанға показания беріп жатыр. Бірақ ол показания берген уақытында олар Ғалымжанның көзіне тіке қарай алмайды. Өйткені өтірік айтқаннан кейін көздерін түсіріп отырады, кейбір жерде қателесіп отырады. Біздің адвокаттардың бір нақты сұрақтарына жауап бере алмай қалып отыр. Қол астындағы адамдар Эльмира Дүйсенқызынан былай айтқанда, оны қорқытып, үркітіп, показания бергізіп жатқан сияқты ол кісілерге. Ғалымжанды өзін камерада бір өзін ұстап, ешқандай физический, моральный пыткалар жасап жатыр. Мойныңа ал, қысым жасап жатыр. Бәрін мойныңа ал, Эльмира Дүйсенқызының ақшасын қайтар. Бұның өзі қылмыс қой, өйтіп қысым жасаудың өзі. Иә, қылмыс. Олар қысым жасап жатыр Ғалымжанға. Мен генеральный прокуратураға қанша хат жаздым. Президент әкімшілігіне хаттар жібердім. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне талай хаттар жібердім. Осы хаттарды мен қалай жібере бастадым? Ғалымжанның тергеушісі Нұрсағатов Алим Ғалымжанға камераға кіріп айтты: сенің әйелің хат жазып жатыр екен генеральный прокуратура жан-жаққа. Саған біз сол үшін тағы 2 эпизод қосып береміз. Неге сенің әйелің ар жақта жазып жатыр арыздарды деп Ғалымжанға қысым көрсетіп жатыр қайта-қайта. Сіз жазуға құқылысыз ғой. Иә, құқығым бар. Bir қызығы тергеушілер Ғалымжанға қазір қойып отқан талабы бәрін алған сомасын мойнына алсын, мойындасын, және Эльмира Дүйсенқызына 60-70 миллион теңгені берсін деп отыр. Сол кезде біз ходатайствовать етіп, жылын азайтамыз деп
условие қойып жатыр. Яғни тергеушілердің қолында ғой, иә? Бұлдың өз қызмет бабын асыра пайдалану ғой. Яғни бопсалау ғой. Өйтіп Эльмира Дүйсеннің қызына қайтарсын деген. Оны сот шешеді ғой. Жалпы оның әлі былайынша айтқанда дәлелін табу керек қой. Шынында да сол қаражаттардың барлығы берілді ма, нақты берілмеді ма, оның барлығы сотта айқындалу керек қой. Жалпы сіз қазір Ғалымжанмен кездесуге келіп тұрасыз ба, кіргізе ма сізді? Көріп тұрасыз ба? Иә, Ғалымжанды 2 рет көруге құқығым бар айына. Бірақ әр кездесуге барар алдында біздің следователь бізге рұқсатын зорға береді. Өйткені мен хаттар жазып жатқан үшін ол ұнамай жатыр ол кісілерге. Сол үшін зорға береді. Яғни сіз тергеушілердің кейбір іс-әрекетімен келіспегендіктеріңізден сіз ол кісінің үстінен шағым түсіріп жатсыз. Сол шағымды түсіргеніңіз үшін сізге кездесуге мүмкіндік бермей жатыр. Тіпті Ғалымжанға қысым жасалып жатыр ғой, түсінуімше. Иә, қысым көрсетіп жатыр. Ал Эльмира Дүйсенқызы болса ұлттық қауіпсіздік комитетіне өзінің үйіне келгенде кіреді. Менің қайныным Ғалымжанның общественный защитнигі кіргенде Эльмира Дүйсенқызын көріп тұрады. Сол кезде қалай кіреді дейді. Ұлттық қауіпсіздіктен кіреді. Айт аналарға мен келдім деп қолын былай сілтеп охранникке айтады. Охранник ар жаққа звондап бастықтарын шақырады. Сөйтіп ол кісіні бір өзін емес қасындағы 2-3 қол астынан істейтін адамдармен бірге кіргізіп жібереді. Көмекшілермен бірге. Көмекшілермен бірге. Дәл осы тақырыпқа менде арнайы шығарылым болған, өзімнің тарапымнан түсірілген, әрине көрген шығарсыз деп ойлаймын. Сол жердегі запистерде Эльмира Дүйсенқызының айтып отқан, мысалы, маған келіп арнайы жаздырды, үгіттеді, алдын ала үйде жатты. Осы бойынша сіздер қандай іс-әрекет жасадыңыздар? Енді естідіңіздер олардың келіп үгіттеп жаздырғанын? Иә, мен сол Айдосты, қандай Айдос ұлттық қауіпсіздік комитетінің қандай сотруднигі деп сұрастыра бастадым. Солай сұрастыра келе, ол Бурбаев Айдос ұлттық қауіпсіздік комитетінің служба безопасностьтың сотруднигі болып шықты. Қасындағы ер жігіт деген Жұматаев, ол да сол собственной безопасностьтың ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотруднигі болып шықты, екеуі де. Сіздің видеодан кейін көріп, мен сол кезде түсіндім, екеуін 2 ай бойы жатып Эльмираның үйінде қонып, жатып, дайын арызды жаздыртып алғандары осы 2 адам болып шықты. Сонда ұлттық қауіпсіздік комитеті қашаннан бері заказбен айналысатын болған. Ол ұлттық қауіпсіздік комитеті заказ орындайтын орган емес қой ол. Ұлтымызды қорғау керек. Ұлтымызды қорғау керек. Бұл жай ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотрудниктері емес, бұл ұлттық қауіпсіздік комитет сотрудниктерін тексеретін сол служба безопасностьтың сотрудниктері болып шықты. Яғни сіз өзіңіздің жолдасыңызды жаңағы бас прокуратура немесе антикор тергеп тексерсін деген арыз шағым қалдырдыңыз ба? Яғни менің жолдасым ешқандай КМБ-да істейтін қызметкер емес, өзіндік қауіпсіздік қызметкерлері тергей алмайды. Яғни менің жолдасымның ісін бас прокуратураға немесе сыбайлас жемқорлыққа қарсы агенттігіне өткізіңіз деп арыз жаздыңыз ба сіз? Әрине жаздым. Генеральный прокуратураға мен солай бірнеше рет жаздым. Неге Ғалымжанның ісін антикор немесе прокуратураға жібермейсіздер? Неге ол істі ұлттық қауіпсіздік комитет тергеп жатыр? Бірақ олар ешқандай жібермейміз деді. Бізде болады бұл істеді. Бұлай қарасаң, неге олар бермейтіндері? Өткені бұл ұлттық қауіпсіздік комитетінің заказымен Ғалымжанды қамалғаны анық көрініп тұр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылары, председательдері, замдары көрмейді отыр ма? Өзінің сотрудниктері осылай заказды алып, адамды ұнамаған, жақпаған адамдарды осылай қамауға алып, түрмеге отырғызулары. Менде мынандай сұрақта, жалпы сіздің жолдасыңызға Сарбасовтың үстінен жазып бер деген ұсыныс түскен ба? Ғалымжанды ең басында істі бастаған кезде екеуі бір-бірін жақтайын, бір-біріне беріп отыр деген іспен ашылды ғой. Ғалымжанға айтты, центрдегі берген адамыңа жазып бер деді. Ғалымжан, мен ешкімді танымаймын, кімге жазып берем деді.
Сарбазовты айтып жатса, Сарбазовты ол танымайды Ғалымжан. Тек қана Эльмира Дүйсенқызының Ермек Арыстанның күйеуін, онда сол күйеуін қамасын, онда сол күйеуіне беріп отқан деп есептейтін болса ол кісілер. Сол Каспийдегі аударылымдарды олар пара деп қазір есепке алып отыр ма, сонда түсінуім бойынша? Иә, есепке алып отыр. Оны біз ешқашан жоққа шығарған емеспіз, Каспийға жібермеген деп. Ол ашық түрде оны біз айта аламыз, иә, жіберіп отырды. Бірақ ол Эльмира Дүйсенқызы өзінің күйеуіне біз арқылы беріп отырған ақшасы. Күйеу Астанада өмір сүріп жүрді ғой. Эльмира Дүйсенқызы Шымкент қаласынан Астанаға солай Каспий арқылы, Ғалымжан арқылы салып отырды. Енді түсінікті болды жағдай. Яғни өзінің жолдасы ұлттық қауіпсіздік комитетіне жұмыс істейтін болғаннан кейін Ғалымжан арқылы соның Каспийіне аударып, сол Каспийден аударылған қаражаттың бәрі Ермек Арыстанұлына берілді. Яғни ол ешқандай параға жатпайды. Иә, бірақ ұлттық қауіпсіздік комитеті соны пара ретінде есептеп істі осылай жүргізіп жатыр. Ермек Арыстан үйге менің өзімнің қолымнан да алып кеткен кездері болды ол ақшаны. Мен оны пара деп білген жоқпын ғой, оны қандай ақшаны беріп отқанын. Оны білгенде сол кезде түсіріп алатын едім ғой десеңізші. Иә. Енді 17 жыл деген аз емес, енді туыс болып араласып кететіндей сіздерде уақыт болған. Яғни сіздер бір-бірлеріңізді жақсы танисыздар, той-томалақ, жаңағы туыстық қатынас сияқты тұсаукесер. Осының барлығында ол пара деп санасаңыздар, оның барлығын алдын ала сіздер жазып жүретін едіңіздер ғой. Және мен ойлаймын, Ермек Арыстан да ақымақ емес, әйеліне соншама қаражатты бергізіп қойып, қарап отыратын. Осыншама жылдар бойы да. Бұл жерде бір үлкен күдік тудыратын бір жағдай бар. Бас прокуратура мен ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы бұл істі өзінің бақылауына, назарына алу керек деп ойлаймын. Бұл істің басқасында мен өзім болғаннан кейін басынан бұл істің арыздың қалай жазылғанын, Эльмира Дүйсенқызына қалай жаңағы оперлердің келіп үгіттеген жайлы мен өзім білем, себебі ол кісінің өзі осының бәрін ашық айтып берді, және ол кісі арыз жазғаннан кейін біраз қорқып отырды. Шыны керек, мен сол кісінің сөзіне сендім, өйткені бізде оңтүстікте білім саласында жемқорлық өте, сыбайласқан жемқорлық өте қатты дамып кеткен. Бір-бірінің артын ашқысы келмейді. Бұл жерде бір-бірінің артын ашса, көптеген үлкен лауазымдағы тұлғалар ұсталынады. Себебі дәл осы білім саласынан ақша жеп отырғандар өте көп. Және біз оны мойындауымыз керек. Ол жерде құзырлы органдардан да бар. Ол жасырылатын нәрсе емес. Ал бірақ соны ашамын деп қазір заңды тірлік істеймін деп жатқандар шынында да қамалып кетіп жатыр. Біз оны мойындауымыз керек. Дәл осылай Түркістан облысында да антикор қызметкерінде болған. Эльмира Дүйсенқызының өзі мемлекеттен қаржы жымқырды және алаяқтық бабымен сотталған. Сіз ол істерін білетін бе едіңіз жалпы? Мен бұл істерді былай қамалғанын естігем, бірақ қандай баптармен қамалған ол уақытта мен білген жоқ едім. Қалай Эльмира Дүйсенқызы Ғалымжанға арыз жазды, мен сол Эльмира Дүйсенқызы туралы барлық информацияны интернеттен іздей бастадым. Сол кезде мен көргенім Риана мектебінің 278 миллион жымқырды мемлекет қаржысынан деп оқыдым. Сол үшін сотталған. Және де күйеуі Ермек Арыстан екеуі бір бал оқушыны КНБ академиясына оқуға түсіруге пара алып, сол үшін екеуі сотталған. Эльмира Дүйсенқызы сонда бір рет емес, 2 рет сотталған болып шықты. Иә, 2020 жылы 3 жылға қателеспесем, 2022 жылы 6 жылға. Сонымен қосқанда 9 жылға сотталды. Бірақ ол кісі қазір бостандықта жүргені таң қалдырар. Не үшін ол кісі 2 рет сотталған адам бостандықта жүр? Күйеуі 6 жылға сотталған. 2022 жылы, иә? Ол кісі де. Ол кісі 6 жылға сотталды, бірақ ол кісі де бостандықта жүр. Екеуі де қазір бостандықта. Уақыт мерзімін әлі өтеп біткен жоқ. Иә.
Мен қазір түсінуім бойынша бұл кісілер не үшін бостандықта жүр? Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл кісілерді осындай лауазымда отырған адамдарға заказ ретінде арыз жаздыртып отыр. Жалпы Эльмира Дүйсенқызын жеке бас пайдаларына түрмеден шығарып алып, арыз жаздырып, өздеріне керекті мақсатта пайдаланып отыр дейсіз ғой, түсінуімше. Керекті құрал қылып пайдаланып отыр. Керекті құрал қылып. Ұнамаған адамдарға, жақпаған адамдарға осылай арыз жаздыртып. Яғни жаңа Қазақстанды құрам деген адамдарға қарсы пайдаланып отыр дейсіз ғой. Жақпаған адамдарға солай пайдаланып отыр бұл кісілерді. Ғалымжан білім басқармасына бір тиынсыз тағайындалды. Ешкімге пара берген жоқ. Дархан Сатыбалдыға да. Ешкімге берген жоқ. Жалпы Дархан Амангелдіұлы Ғалымжанды Түркістан облысын, яғни оның ішінде білім басқармасын сыбайластық пен жемқорлықтан тазартуға шақырды ғой, бір тиын алмай. Мынау деген керемет жаңалық, әрине Дархан Сатыбалды мырзаға үлкен алғыс. Жалпы осылай жаңа Қазақстанды құратын азаматтар көбею керек елде. Шыны керек, мен сені отқан жоқпын, но әрине сіз айтып отқаннан кейін бізде әрине нонсенс, бізде тіпті еден жуушылардың өзі пара береді. Ол таңғалатын дүние емес. Тіпті жай ғана көше тазалауға жұмысқа кіру үшін 200 мың пара береміз деген кезде мен шошыдым. Ол кәдімгі күнделікті салт дәстүрге айналған екен. Біз онымен келісуіміз керек екен. Сол себепті әрине бұндай үлкен лауазымға келген, бір тиынсыз келген адамға бәрі таңғаларлық жағдай, бәрі таңғалып қарайтыны ол сондықтан деп ойлаймын. Мысалы Ғалымжан мен Эльмира Дүйсенқызын беттестірді да. Сол кезде енді қанша 17 жыл араласқан кісілер ғой, бәрібір ағалы, әпкелі, інілі дегендей. Сол кездегі мен Эльмира ханымның іс-әрекеті қандай болды екен? Ғалымжан сізге айтып беріп отыр ма? Қалай болып жатыр вообще тергеу? Тергеуде өзін қалай ұстап жатыр Эльмира Дүйсенқызы? Жалпы енді оның барлығын біз білеміз, жаңағы үгіттеп жаздырған. Енді тергеу әрекетінде Эльмира Дүйсенқызы өзін қалай ұстап жатыр? Эльмира Дүйсенқызы Ғалымжанмен беттестіру кезінде өзін сасқалақтап, бетіне қарай алмай, және де следовательдер оған жай ғана дайын қағазды оқып беруді жай ұсынып беріп жатыр. Сол қағазбен Эльмира Дүйсенқызы қарап оқып берген өзінде қателесіп оқып беріп жатыр. Тіпті жазып берген қағазды оқи алмай отыр десеңізші. Сандарынан қателесіп, көп жерлерін қателесіп айта алмай отыр. Енді ана арызда жазылған сандарды естісең, Ғалымжан Эльмира Дүйсенқызының мойнына трубочканы қойып күнде ақша сорып отқан суммалар ғой, анау. Енді де шыны керек, адамның миына кірмейтін суммалар да. Соншама қаражатты күйеуі ұлттық қауіпсіздік комитетінде полковник үлкен қызметте отырып, соншама қаражатты беріп отырмын деген енді құлаққа сенімсіз әңгіме әрине. Эльмира Дүйсенқызы осы Ғалымжан мен Сарбазов мырзаға осынша жылдан бері былай қарасам миллиардтап ақша берген сомасын неге налогы тексермейді, АФМ тексермейді? Ол кісіде ондай қаражат қайдан пайда болды? Ол ондай колледжден, мектептен ондай қыруар ақша түсу мүмкін емес. Әлде ол мемлекеттен ұрлаған ақшасы ма? Қайдан? Соны неге тексермейді? Ұлттық қауіпсіздік комитеті де тексермейді оны, Генеральный прокуратура да тексермейді. Сонда бұл кісіде қайдан ондай қаражат ақша? Үлкен қаражаттың шығу тарихында тексеру керек қой. Былайынша айтқанда сіз соны сұрап тұрасыз ғой, Бірақ оны ешкім тексеріп жатқан жоқ ол кісі. Сіз арыз жаздыңыз ба бұл бойынша? Бұл ақшаның шығу тарихын зерделеңіздер, тексеріңіздер деп. Біз соны адвокаттармен қазір құжаттарды дайындап жатырмыз. АФМ-ға, налоговыға тексерсін деп. Яғни бұл соншалықты енді қарап тұрсаңыз, енді басында бір арыз тұғын, бір сумма тұғын. Енді қазір екіге бөлінді, бірін танымайтын болып шықты. Сонда мына жаққа бөлек болды сумма, бұлай бөлек болды. Басында бір сумма еді ғой. Енді ол сумма екі есе көбейіп кетті. Сонда
бір нүктеден берген ақша енді 2 нүктеге айырылысты да, ол сумма азайған жоқ, 2 еселеніп өсті ғой, иә. Міне бізде осындай тергеу, біздің жергілікті прокуратура қайда қарап отыр деген тағы да сұраққа қалады екенсің. Бұл деген жергілікті прокуратураның әрекетсіздігі қалай бұндай жаңағы қателіктерге мүмкіндік беріп қояды. Себебі басында жазылған арыз бойынша сумма былай, ал 2-ге бөлінгенде ол азаю керек қой. Бұл жерде 2-ге көбейіп кетіп тұр да. Енді алдағы тергеу көрсете жатар, бұны бас прокуратура назарға алады деген ойдамын. Әділетсіз тергеуден шаршадыңыз, мына сіздерді сандалтып отыр қаншама уақыт. Алдағы сіздің іс-әрекетіңіз қандай? Мен осы 5 айдан бойы Генеральный прокуратура ұлттық қауіпсіздік комитетіне хаттар жаудырып отырмын, бірақ олардың жауап беріп жатқандар маған тек қана отпискалары. Осы отпискалардан мен өте қатты шаршадым. Өйткені менің 6 балам бар. 6 балам әкесін күніге сұрайды. Мен қалай оларға жауап берем? Әділдік Қазақстан жоқ біздің Қазақстанда. Жаңа Қазақстан жоқ. Менің келесі істейтін амалым 6 баламды алып Ақорданың алдына мен алып барам балдарымды. Біздің президент көрсін не деген ұлттық қауіпсіздік комитетінің сотрудниктері осындай әділсіздік істеп жатқандары. Яғни қаңтардан кейін онсыз да ұлттық қауіпсіздік комитет қызметкерлеріне сенім қалмағаннан кейін шынында да мынау өте жүрек ауыртатын жағдай екен. Сізге сабырлық тілеймін. Ғалымжанның басында болып жатқан мынау заңсыздықтың барлығы алдағы уақытта шешіледі деген ойдамын. Барлығы заңды түрде әділ тергеліп шешімін табады деген үміттемін. Бұл істі бас прокурор назарға алады деген ойдамын. Біз әділетті тергеуді біз осылай ашық үстел үстінде сұрауымыз керек. Президентіміз айтып жатыр, адам құқығы қорғалатын ел болу үшін азаматтарымыздың өзі адал, ашық болу керек. Осындай өзіміздің құқығымыздың тапталып жатқанын ашық айтып шығуымыз керек. Қорықпай, осылай сұхбат бергеніңізге рахмет. Жүйе бағдарламасымен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, әділетсіздікке тап болып, қандай да бір заңсыздықтарға ұшырап жатсаңыздар, біздің ашық үстелде жүйе бағдарламасына талқылауға болады.